Қайырлы күн достар, бүгін бізде қысқа арналған лечо салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге керегі 4 кг помидор, 4 кг қызыл тәтті бұрыш, 1 кг сәбіз, 1 кг жуа және 4-5 бас чеснок, 4-5 штук қызыл ащы бұрыш, 200 мл шемішке май және де 100 мл 9% уксус және 2 үлкен ас қасықпен тұз, мен тұзды арал тұз пайдаландым, және 200 грамм қант. Ең алдымен помидорды, чеснокты және қызыл ащы бұрышымызды осылай мясорубкадан өткізіп дайындап алатын боламыз. Перец менде осында ірі көлемде тек 2 бөлікке бөліп жасадым. Негізі сіздер 4 бөлікке бөлсеңіздер болады, бірақ маған ірі көлемде өте қатты ұнайды. Жуаны осылай 4 бөлікке бөліп турайтын боламыз. Ал сәбізімізге келетін болсақ, ірі теркадан өткізетін боламыз. Енді ыдысымыз үлкен көлемде және терең көлемде болғаны өте жақсы. Бізге солай ыңғайлы. Үстіне майымызды құйып, қызып тұрған майдың үстіне жуамызды салып, 1-2 минут қыздыратын боламыз. Яғни жуаның түсі босап, прозрачный түске енгеннен кейін үстіне теркамыздан өтілген сәбізімізді салып, тағы да 3-4 минутта қуырып аламыз. Қыздар, оттың астын қатты немесе өте жай қойып қоймаңыздар, орташа отта тұру керек, және арасын араластырып, жақсылап күйіп кетпес үшін бір қалыпты етіп араластырып, тура осы видеодай жасап отыруларыңыз керек. Көп қыздар астын күйдіріп алып жатады, сондықтан мұқият болыңыздар. Одан кейін бізде дайын болды деген кезде үстіне осындай помидорымызды құйып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Қатты мән беріңіздер, асты күйіп кетпеу керек. Осы қайнағаннан кейін барып 15 минут тағы да отта қайнататын боламыз. Осы мезетте біздер тұзымызды, қантымызды салып, тағы да жақсылап тұрып араластырып, сол 15 минут аралықта қайнаттырып аламыз. Және де тағы бір айта кететін жайт, үйде лавровый лист болса 3-4 штук қосып жүрсеңіздер болады, және душистый перец қоссаңыздар болады. Мен бірақ оны пайдаланбадым, біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Яғни бұл салатты тағы бір жасаған кезде мен қоссам, ал келесі салатында қоспай жасаймын, себебі әркімнің талғамы әртүрлі. Енді мінекей тұзымызды, қантымызды салдық, 15 минут бізде өтті. 15 минут өткеннен кейін барып үстімізге перецімізді салатын боламыз. Перец менде көріп тұрсыздар, менде ірі осындай. Ірі болған сіздерге кеңес берер едім, себебі дастарханға қойғанда да өте әдемі көрінеді, жегенде де өте ауызға толтырып жақсы жейсіздер. Мінекей, қатты алаң болмаңыздар, бұл бетінен осылай шығып тұрғанмен қазір сәл 1-2 минут өткеннен кейін, 5 минут өткеннен кейін жайлап өзінің орнына түсетін болады. Астын енді осы кезде бір жақсылап тұрып ашып, бір қайнатып алғаннан кейін, бір бұрқ еткізіп қайнағаннан кейін астын басып тастап, 25 минут астын қақпағын жауып, кішкене ғана саңылау беріп, осылай қайнаттырып аламыз. Қыздар, қараңыздар, түсі қандай әдемі. 25 минутқа бір 2 минут қалдау дегенде біздер уксусымызды құятын боламыз. Уксусты құйып болғаннан кейін де жақсылап тұрып араластырамыз, себебі уксус барлық салатқа бірдей біркелкі бару керек. Мінекей көріп жатсыздар, мен құйдым. Енді жақсылап барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 2 минут ұстап, 2 минуттан кейін газын астын өшіріп, салатымызды дайын болған, қайнап тұрған банкаларымызға салатын боламыз. Мен 2 литрлік банкілерге салдым, себебі бізде өте қатты бұл салат жақсы желінгеннен кейін, ал сіздерде 1 литрлік банкілерге салып шықсаңыздар болады. Бірақ көбінесе ойлаймын, лечо салатын бәрі жақсы көргеннен кейін, қыста өте майдың орнына болсын, басқада болсын, өте жақсы желінетін салаттардың бірі де ойлаймын. Сондықтан сразу 2 литрлік банкіге салғаныңыз жөн. Мінекей қыздар, өте керемет, дәмі ерекше. Барлығын банкымызға салып болғаннан кейін шүберектің астына төңкеріп қоямыз. Қыздар, жасап көріңіздер, ас болсын, барлықтарыңызға осы рецепт ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасаңыздар. Жақсы, сау, сәлематта болыңыздар.
сіздерге тағы да алдыда қысқа арналған өте керемет дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.